Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бактерия саңырауқұлақ жасушаларының құрылысы мен қызметінің ерекшеліктері. Бүгінгі тақырыпта саңырауқұлақтардың жасуша қабықшасы және бактерия жасушалары құрылысының ерекшеліктерін қарастырамыз. Жалпы бірінші саңырауқұлақтар дегенімізде соған тоқталып кететін болсақ, саңырауқұлақтар бұлар латынша атауы фунги немесе жекеше түрінде фунгус деп аталады екен. Саңырауқұлақтар зең, ашытқы, қозы құйрық сияқты эукариоттық ағзалардың бір тобы болып табылады. Жануар қасиеттерінде де, өсімдік қасиеттерінде де қамтиды. Сондықтан бөлек бір патшалық болып табылады. Саңырауқұлақтар хлорофильсіз, дайын органикалық заттармен қоректенетін төменгі сатыдағы өсімдіктер болып табылады. Бұл суретті сіздер саңырауқұлақты көре аласыздар. Келесі саңырауқұлақ жасуша қабықшасы. Саңырауқұлақ жасуша қабықшасының негізі қанттардан, наруздардан, майлар және хитинді құрайды. Саңырауқұлақ жасуша қабықшасының құрылымының алуан түрлі болуымен ерекшеленеді және олар целлюлозды, хитинді глюконатты болуы мүмкін. Құрам жағынан олар манноза, глюкоза, галактозадан тұратын гетерополимерлер болып табылады. Жасуша қабықшасының негізгі компоненті хитин болып табылады. Хитин құрамында азот болатын, күшті сілтілік ерітіндіде де ерімейтін заттар. Хитин кейбір саңырауқұлақтарда 60% құрайды. Яғни бұл жерде сіздер саңырауқұлақтардың әртүрлі бейнелерін көре аласыздар. Келесі саңырауқұлақтардың құрылысына қарай бірнеше осындай саңырауқұлақтардың құрылысына қарай бірнеше бөліктерден тұратынын көре аламыз. Енді соның ішінде бірінші протопласт. Протопласт бұл саңырауқұлақ жасуша қабықшасынан плазмалемма арқылы бөлінген және протопластта ядро мен цитоплазманы ажыратып тұрады екен. Келесі плазмалемма бұл липидтер мен нароздан тұратын мембрана. Негізгі қызметі жасушадан заттардың шығып кіруін қамтамасыз етеді екен. Келесі рибосомалары, саңырауқұлақтардың рибосомалары цитоплазмада орналасқан болып келеді. Ал саңырауқұлақтардың эндоплазмалық торы анық көрінбейді екен. Келесі митохондриялары өсімдікке ұқсайды. Саңырауқұлақтардың митохондриялары өсімдікке ұқсайды, бірақ кристаллары қабысқан немесе табақ тәрізді болып келеді екен. Келесі диктиосома. Бұл Голджи денесі, басқаша Голджи денесі деп те атайды екенбіз. Іс жүзінде кездеспейді. Оның орнына эндоплазмалық ретикулум жинақталады екен. Саңырауқұлақ протопластының ерекшелігі цитоплазмалық мембрана маңында губка тәрізді электрондық түссіз денешік ломосом болады екен. Бұл жерде сіздер саңырауқұлақтың суретін көре аласыздар. Келесі бактерия. Бактерия дегеніміз не? Бактерияға анықтама беріп өтейік. Алдымен бірінші бактериялар табиғатта ең көп тараған, негізінен бір жасушадан тұратын, оқшауланған ядросы жоқ, ең қарапайым организмдер тобы болып табылады. Алғаш рет бактерияларды грекше, яғни бактерия, таяқша деген мағынаны білдіреді екен. Алғаш рет бактерияларды 17 ғасырда голланд ғалымы микроскопты жасаушы Антон ван Левенгук байқаған екен. Бұл суретте сіздер бактерия жасушасының құрылысын көре аласыздар. Суретте, яғни сіздерге бактерия берілген, яғни бактерия жасушасы. Солар қандай құрамды бөліктерден тұрады екен. Сол бойынша тоқталып өтетін болсақ, бұл жерде мысалы бактерия жасушасының құрылысы, бұл жерде сіздерге талшықтар берілген құрылысы бойынша, одан кейін мезосома, капсулалар, жасуша қабырғасы, одан кейін плазмалық мембраналар, плазмидалар және нуклеидтер, рибосомалар және цитоплазмалар. Яғни бактерия жасушалары осындай жасуша құрылыстарынан тұрады екен. Енді осы жасушаның құрылысының осылардың әрқайсының атқаратын қызметіне және анықтама беріп өтеміз. Цитоплазма бұл нуклеид,
рибосома, мезосома косундулары сыяктуу органеллардын курамына киретін суудан, минералдык косуштардан туратын жүйө болуп табылат экен. Келесі нуклеид. Нуклеид дегенimiz не? Нуклеид жасуша цитоплазмасында шашыранкы орналаскан ядро заты болуп келет экен. Келесі рибосомалар. Рибосомалар булар дароо синтезине жооптуу болуп келет экен. Келесі мезосомалар. Келесі курулумдук бирлиги бактериялардын мезосомалар. Булар цитоплазмалык мембраналардын тундулары болуп табылат экен. Келесі курулумдук бирлиги косундулар. Булар микроорганизмдердин зат алмасуу натыйжесинде пайда болгон өлүм болуп табылат экен. Жалпы бүгүнкү сабагыбыздын такырыбы осы. Сиздерге сабак түшүнүктүү болгон болсо, келесі сабакта кездескенче сау болуңуздар.